әдетте сіз көбірек еленіп назарда жүретін сияқтысыз да. Қыдырәлі Болманов сіздің тасаңызда қалып жатқан сияқты. Негізі ұстаздан озған шәкіртсіз бі? Үнемі сіз жаңағыдай жарқыратып орден тағып, бір атақты бірінші сіз алып, одан кейін барып Қыдырәлі Болманов алып. Өте күшті сұрақ қойып отырсыз ше. Бұл мәселе. Сол сәтте ол кісінің жалпы көңіл күйі қалай болады? Балаша қуана ма әлде? Бұл мәселе бізді де ойландырады. Өзіміз үйде екеу ара, мысалға осыдан 11 жыл бұрын бір отбасына бір ғана жаңағыдай адамға марапат берілу керек деп Қазақстан еңбек сіңірген қайраткер деген атақ ұсынған кезде қайсыңыз аласыздар, өздеріңіз шешіңіздер. Екі адамға бірдей бере алмаймыз деген заң бар екен бізде. Сосын әрине Қыдекең маған екеуміз сөйлескен кезде айттым, сіздің алдыңызға шығып марапат алу мен үшін ол бір қуанатындай жағдай емес, ол өте бір ретсіз, жөнсіз шаруа болады. Сондықтан да ол кезде мен 4-ші жылымды босанып үйде отырған едім, декреттік демалыста. Өзіңіз аласыз, ол тіпті бір ешқандай талқыға салуға келмейтін жағдай деп екеуміз сөйтіп келсеміз, сөйтіп Қыдекеңді шақырады да, жаңа қол қою, басқа рәсімдері бар. Қыдекең шығып кетеді үйден. Сөйтіп келіп тұр, қақат, сен алатын болдың деп. Сосын мен айтам, неге? Келістік қой деген кезде солай бір әңгіме барысында сонымен кім алатын болды деп сөйтіп бүйтіп сұрақ қойып қалған екен. Сөйтіп енді тұрып ап өзім алатын болдым деп айтуға дәтім де аузым да бармады, қақатым алады деп айттым дейді. Жалпы қарап отырсаңыз ол кісі алғаш отбасылық дуэт ретінде мені сахнаға алып шыққан кезден, сол сәттен бастап өзінің жаңағыдай жолын маған ұсынып, жолды маған ашып, өзін екінші планға дауыс ән айтқан кезде де бірінші қақатымның дауысы шықсын, қақатым көрінсін, бар тәуірді қақатым кисін деп, обал не керек? Барлық жаңағыдай жас әншінің танылуына көп продюсер ретінде барлығын жасағандықтан продюсердің үміті ақталды. Ойлаған діттеген көз жаңағыдай мақсатқа жетті деп ойлаймын. Ендігі кезде сосын бұл біздің мемлекеттен алған бірінші марапатымыз болатын. Сосын Қыдекеңге құрмет орденін берді. Ал енді еңбек сіңірген қайраткер деген атақты осыдан 2 жыл бұрын өздері әкеп берген болатын Қыдекеңге. Елдің барлығы алып болғаннан кейін. Әрине, өзіңнің ұстазыңның алдынан шығып атақ алып тұру, ол маған да оңай болған жоқ. Бірақ десе де, сондай заң болғаннан кейін, Қыдекең өзі солай шешкеннен кейін ол солай болды. Ал бұл парасат орденінің мен үшін жаңағыдай бір салмақты болуы, қадірлі болуы сол, өзіміздің жаңағыдай Ақордада президенттің қолынан алып тұрған сәтте, жалпы биылғы жылды білесіз, еңбек адамы деп аталғандықтан сол тұста жаңағы аналар мерекенің қарсаңында Қарақат мектеп студияларының директоры деп сол ұлттық өнерге жалпы ұрпақ тәрбиесіне қосқан үлесімді ескере отырып, өзімнің атыма лайықтап бір ұсынған, мен үшін қадірі де бағасы да жоғары марапат осы болды, мемлекеттен алған. Жалпы бізде басқа елдің бәрі ойлайтын көрінеді, жаңағыдай 5 жыл сайын алады ғой, құрмет алады, содан кейін мынаны алады, сосын былай өзі. Мен оны білмейді екенмін. Сөйтіп, бірақ осы енді біздің мемлекеттен алған марапатымыз, жалпы бұл тақырыпта да біз жауып қойғанбыз бұл мәселені. Бар ма? Бар. Ең бастысы халықтың құрметі, қошеметі деп. Қыдекең жалпы айтады ғой, талантты адамды өлтіргің келсе, елемей таста дейді. Мүлдем. Сол кезде ол өзінен өзі бүйтіп сөнеді екен. Неге сол кісінің тәжірибесін, білімін, қажырын, қайратын, бүкіл қасиетін мемлекеттегі, еліміздегі мәдениеттің өсіп өркендеп, әлемге бренд ретінде тағы да паш етіп көтерілуімізге сол кісіні пайдаланбасқа біздің мемлекет деген оймен де болады. Ол кісіге ұсыныс жоқ, ешқандай ұсыныс әлі түскен жоқ. Түсіп жатса, құба құп. Кейде өзі айтады ғой, мен осыдан бір тиын алмай, тегін ақ жасар едім дейді. Жасар едім дейді, мысалға. Кім қазір
кімге тегін бір нәрсе жасаған, қарап отырсаңыз. Неге пайдаланып қалмасқа, неге үйренбеске, неге кеңеспеске сол кісімен деген ой болады да. Бірақ мықты ғой, мықты азамат, көбіне көп нәрсені іштен тыңғанда жақсы емес та негізі. Енді бұйырса осы кітабінде, жаңағы фильмінде. Ол кісінің айтпақшы денсаулығы қалай?